Балықтар астрологияда зодиакальный циклдың ең соңғы знагы болғандықтан балықтарды барлық 11 знактың энергетикасы бар деп есептейді. Өте құпия жандар. Балық жұлдызында туылған балаларға ата-ананың жұмсақтығы, қолдауы өте қажет. Жанашыр өте сезімтал, басқа адамдардың ойларына, көңіл күйлеріне қатты мән береді және көңіл аударады. Оларды тез ренжітіп алу қаупі жоғары. Көңіл күйлері тұрақсыз, жиі ауысып тұрады. Көбінесе қиялы әлемде, шындықтың шетінде, тағдырға мойынсынуға мәңгілік армандап жүретін жандар. Жай ғана өмір сүргілері келеді. Өмірдің қиындықтары мен сынақтарына кейде көз жұма қарайды. Ол проблемалармен бетпе-бет келуге қарағанда иллюзияға кетіп қалуды жөн көреді, немесе жаман әдеттерге тез салынып кету қаупі бар. Олар қажет нәрсені жасауға тырысады, бірақ олардың ерік-жігері әлсіз. Көбінесе өздерінің жұмсақтығын ашулану арқылы жасырады, бірақ шыдамы таусылғанда қатты ашулануы мүмкін. Өте жанашыр, көңілі жұмсақ және көмектесу қабілеті күшті, басқаларға батылдық береді. Олардың өнерге, музыкаға, әншілікке, актерлікке дарындары бар. Қатаң режим мен тәртіпке қарсы. Бұл фрилансерлер, суретшілер, дизайнерлер, сәнгерлер, музыканттар. Олардың сезімі нәзік және шынайы, риясыз махаббатқа беріледі. Олар жақындарының кемшіліктеріне көз жұма қарайды. Таңдау жасаған қиындау түседі. Сондықтан көбінесе таңдау жасағанды ұнатпайды. Балық жұлдызында туылған әйел адамдар бір көргеннен қорғансыз, нәзік болып көрінуі мүмкін. Қарым-қатынаста ер адамдарға жоғарғы орын бергендіктен, ер адамдар оларды қорғағысы келіп тұрады.